Бавария құрамында кезінде қолына сыра ұстап түспеген жалғыз мұсылман. Чемпиондар лигасының жеңімпазы, франциялық атаңызға айналған Франк Рибери 39 жасында денсаулығына байланысты мәжбүрлі түрде футбол мансабын аяқтап отыр. Видеода Рибери дәлірек не үшін футболды тастап жатқанын, дәрігерлер не дегенін және өзінің қоштасу сөздерін айтатын боламыз. Видео басталмай жатып лайк басып, желі аяқтай арнасында қолдау ретінде тіркелеген. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Доп тоқтағанымен менің ішімдегі сезім тоқтамайды. Баршаңа осы қызықты жол үшін рахмет, деп 39 жасар Франк Рибери өзінің әлеуметтік желісіне қоштасу сөзін жаза кетті. Әрине ешкім күтпеген жазба. Барлығы таң қалып, неге аяқ асты мансабын аяқтап жатыр екен деген сұрақтармен жаудырды. 39 жасқа келген футболшы мансабын аяқтағанына ешкім таң қалмайды. Бірақ маусымның ортасына да келмей тоқтаған соң бір себебі бар екен бәрі білді. Себеп сол өзінің бұрыннан сыр беріп жүрген денсаулығы екен. Қанша жерде мықты болсаң да 40 жылдай тоқтаусыз қимылдаған Зеде өзінің бір назын айтқандай. Өткен аптада мансабымды аяқтау туралы ойлаған болатын. Бірақ ондай қадамға әзір дайын болмадым. Осыдан 3 ай бұрын өзімді өте жақсы сезіндім. Жаттығуларда да өте тамаша болды. Бірақ кейінде тізем ауыра бастады. Романмен болған ойында ауырсынумен ойнадым. Мен әнсіз адам емеспін, бірақ сол ойыннан кейін 2 күнде қимылдай алмадым. Дәрігерлер жағдайдың қиын екенін баян етті. Мен емделіп жалғастырғым келді. Алайда дәл осы жағдай мені мансабымды аяқтауға итермейтініне мүлде сенгім келмеді. Себебі мен қашан кететінді өзім шешкенді жөн көрдім. Күні кеше мен өзінің мансабым туралы видео көрдім, артынша жыладым. Мен сезімтал адаммын, жүрегім бар. Бұл күннің бір күні келетінін білдім, бірақ бұлай жаман түрде емес. Тым тез болған соң маған еселеніп ауыр тиіп жатыр. Тізем тоқтаусыз ауыра кетті. Дәрігерлер ары қарай ойнай алмайтынымды ескертті. Сол үшін кәсіби футбол мансабымды аяқтауға шешім қабылдадым. Бұл менің өмірімдегі керемет тараудың аяқталуы, деп Рибери барлық ішіндегісін айтты. Франк Рибери мансабындағы көп бөлігін Бавария сапында өткізді. Алайда оған дейін де одан кейін де біршама клубтарда ойнап тастады. Олардың қатарында Фиорентина, Марсель, Галатасарай, Метс және Брест клубтары. Бавария сапында 9 рет Германия чемпионы болып, Чемпиондар лигасында ұтқан. Жалпы мансабында 632 ойын өткізіп, 151 гол соғып, 224 ассист беріп үлгеріпті. Аңыз футболшыны барлығы құрметтейтіні рас. Әсіресе сол команда болып сыра ұстап түсетін фотода ол жалғыз қолына сыра ұстамай түскен футболшы болатын. Ал 2013 жыл чемпиондықты тойлау кезінде үстіне сыра төгіп ойнаған Жером Боатеңке ренжіп те қалған екен. Видео ұнаса лайк басып, арнама қолдау ретінде тіркелегет. Ол мен үшін үлкен шабыт береді. Амандықта жолыққанша, сау саламат.